Израиль аскері швед белсендісі Грета Тунберг пен оның жақтастары отырған кемені тоқтатты. Олар палестиналықтарға гуманитарлық көмек жеткізуге асыққан. Алайда Израиль билігі оларды селфи яхтасы деп атады. Оқиғаны түсіндірейін. Белсенді Тунберг Газа секторына гуманитарлық көмек жеткізгісі келген. 12 адам 1 маусымда Мадлен кемесімен Италиядан Газаға аттанған. Бұл еркіндік флотилиясы гуманитарлық акциясы болған. Мадлен яхтасында балалар сүт қоспасы, жаялықтар, ұн, күріш, дәрі-дәрмек болған. Олардың санын символизмдеуге болады, себебі Мадлен кішкентай кеме. Алайда белсенділердің айтуынша, Газа секторына бірінші кезекте негізі Еуроодақ елдері көмектесуі керек болған. Алайда бұл міндетін орындай алмай отыр. Ал 9 маусымда Газа блокадасына жақындаған яхтаны Израиль әскері тоқтатты. Ел билігі оларды Ашдод портына апарып, ал экипажын депортациялап жатыр. Жүктерін заңды гуманитарлық жүк жеткізетін жол бойынша тапсырамыз деп сендірді. Белсенділер халықаралық теңізде бізді заңсыз ұстады деп айыптады. Олар алдын ала, егер бұл видеоны көріп отырсаңдар, бізді оккупациялық Израиль әскері ұстады деген сөз. Менің елімнің билігіне бізді босатып алуын талап етіңдер деген видео түсіріп қойған. Ұсталғаннан кейін белсенділерге Израильдің қорғаныс министрі Исраиль Кацтың бұйрығына сәйкес Израильге Хамастың қалай шабуылдағаны көрсетілген видеоларды көру ұсынылған. Алайда белсенділер бас тартқан. Ал онда Хамас шабуылдаушыларының телефондары мен дене камераларындағы видеолардан алынған кадрлар болған. Айта кетсек, белсенділер осыған дейін де Газа блокадасын бұзып өтпек болған. Мысалы, бұндай жағдай 2010 жылы болған. Ол кезде флотилияның 9 адамы қаза тапқан. Израиль билігі сонда белсенділер қарсылық білдірді деп ақталған. 2007 жылы Газаға исламистік Хамас ұйымы билікке келген соң, Израиль билігі бұл аймақты теңіз жағынан да, құрлық жағынан да бұғаттай бастаған. Одан өтпек болғандар қарулы қарсылыққа тап болып келеді. Газа секторының халқы кедейлік шегінен төмен өмір сүреді. Гуманитарлық көмек болмаса, Газа секторының 2 миллион халқы өзін асырай алмайды. Хамас пен Палестинаны жақтайтын белсенділер мұның жалғыз себебі Израиль блокадасы деп санайды. Ал Израиль өз кезегінде Хамас бұл ресурстарды даму жолына емес, соғысқа жұмсайды деп мәлімдейді. Маңызды өзекті ақпараттар Ақылтай Ньюс телеграм арнасында жазылып қойыңыз, сілтеме профильде.